1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісі. Бірінші дүниежүзілік соғысқа Қазақстан Ресейдің отары ретінде қатысты. Өлкенің экономикалық және саяси өмірінде қарама-қайшылықтар шиеленісіп тұрған. Қазақтардың мал-мүлкін әскери қажеттілікке деген сылтаумен тәркілеу, қарашекпенділерді әкелу саясаты, алым-салықтың күшеюі халықты аздырып тоздырды. Мұндай жағдай 1916 жылғы көктемде қуатты көтеріліске себепші болды. Ол Ресейдегі ақпан революциясын ұласты. Қазақтың Алаш саяси партиясының пайда болуы ұлт-азаттық көтерілісін ширықтыра түсті. Қазақтар қазақ жерінде автономия құру мәселесін қойды. Көтерілістің шығуына патшаның 1916 жылғы 25 маусымдағы Сібірдің, Орта Азияның және Қазақстанның бұратана тұрғындарының 19 пен 43 аралығындағы ерлерін соғыстың қара жұмысына тарту туралы жарлығы себепші болды. 1916 жылғы шілде айының басында Қазақстанның тұтас аймағында стихиялық толқулар басталды. Ол кешікпей қарулы күштерге ұласты. Көтеріліс жасаушылар болыстық басқарушылардың үйлерін және кеңселерін тас-талқан етті. Қара жұмыс қалу туралы тізімдерді өртеді. Сол арқылы патша жарлығына наразылық күшейтілді. Көтерілістің негізгі қозғаушы күші ұлт шаруалары, сондай-ақ жергілікті жұмысшылар, кедей-кепшіктер, ұсақ қолөнершілер, демократиялық интеллигенттердің өкілі, билер, болыстық басқарушылар болды. Қазақ даласы тұтастай дерлік көтеріліс жалынына бөленді. Патша үкіметі Торғай өлкесін тұтастай әскери жағдайда деп хабарлады. Көтеріліске қарсы артиллериямен және пулеметпен қаруланған жазалаушы отрядтар жіберілді. 1916 жылдың 7 тамызында Жетісу облысының барлық болысындағы қазақтар бірге бастады. Облыстағы көтерілістің жетекшілері Тоқаш Бокин, Бекболат Әшекеев болды. Жетісудағы көтерілісшілердің жазалаушы отрядтармен ең ірі шайқасы 1916 жылғы қыркүйекте Лепсі уезінде өтті. Қыркүйекте көтерілісшілермен қақтығыс Қапал уезінде күшейе түсті. Көтерілісшілердің кескілескен шайқасы шегінуге мәжбүр болды. 1916 жылғы қазанда Жетісу облысындағы көтеріліс басып жаншылды. 1916 жылғы шілде қыркүйек айларында Сырдария облысының жерінде ірі толқулар болды. 1916 жылғы шілде-тамыз айларының аралығында Орал облысы және Бөкей ордасында қазақтар ереуілге шықты. Оны Әділбек Майкөтов, Сейітқали Меңдешев басқарды. 1916 жылғы көтерілістің ең ірі орталықтарының бірі Торғай облысы болды. Бұл көтеріліске Амангелді Иманов, Әліби Жангелдин жетекшілік етті. 1916 жылдың шілдесінде Амангелді бытырап жүрген отрядтардың басын қосып, бір тұтас армия құруға бағыт ұстанды. Және тамыз айының басында Сұрша шатқалында ол көтерілісшілердің Сардарбегі бас қолбасшысы болып сайланды. Амангелдінің армиясы ұйымшылдығымен және тәртіп сақтауымен ерекшеленді. Көтеріліс шырқау шыңына жеткен кезде армияның құрамы 50 мыңдай адам болды. 1916 жылдың 23 қазанда Амангелді Иманов басқарған көтерілісшілер Торғай қаласын алды. Амангелдінің отрядтарын талқандау үшін майданнан алынған бөлімшелері бар генерал Лаврентьевтің корпусы жұмсалды. Патша әскері көтерілісшілердің ірі шайқасын тойтарып барып қалаға кіруге мүмкіндік алды. Көтеріліс соншалықты қатыгездікпен басып жаншылса да, Торғай облысындағы қарсылық ақпан революциясынан кейін патша самодержавиясы құлаған соң тоқталды.